Бабалар ізімен экспедициясы батырлар мекеніне барды. Топ әуелі Қобланды батырдың сүйегі жатқан жерге жетті. Қобланды жырының бүгінге дейін 29 нұсқасы жетуі, оның ерлік өнегесіне айналған тұлға екенін тағы бір мәрте айғақтайды. Еңселі жауынгердің сүйегі Қобда ауданы Жеренқопа ауылындағы мына кесенеде жатыр. Күмбездің төбесі дуылға іспеттес, ал ішіндегі үш найза мен қалқанның қойылуында ерекше мән бар. Ортасында қалқан белгіленген. Яғни бұл көрініс ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз біздің қазақтың ауызбіршілігін көрсетіп тұрған символ ретінде қойылған экспонат. Қарақыпша Қобландының кешені осыдан 10 жыл бұрын ашылған еді. Биыл Батыр бабаның кесенесіне қайтадан жөндеу жүргізіледі. Барлық жұмыс қыркүйекте аяқталады деп жоспарланып отыр. Оған қоса Қобда ауданының орталығында Қобландының үлкен ескерткіші қойылмақ. Жаңағы басында өтетін мәдени шараға дейін дайын болады. Және сонымен қатар осы батырлар саябағы қасынан бой көтеретін болады. Және бұны жыл сайын, 2 жылда бір дәстүрлі түрде республикалық деңгейде өткізуді жоспарлап отырмыз. Ақтөбенің іргесіндегі Бестамақ ауылының бұл төбесінде елдің тағы бір ері Есет батыр жерленген. Жоңғардың жойқын шапқыншылығы кезінде кіші жүзге қолбасшы болған батыр асқан ерлігімен көзге түскен. Оған Тәуке хан айбатың аса түссін, найзаң мұқалмасын, ел намысы тұздығың болсын деп бата берген. Кесене ішіндегі ерекшелік Есеттің құлыптасы темірден қойылған. Ай тәрізді темір құлыптасының басындағы неде бірнеше нүктелер берілген. Жоғарғы жақта 19 нүкте. Ол Ағжан Машановтың болжамынша Құранның тірегі болған Бисмиллахир-рахманир-рахим дейтін сөзді береді. Бабалар ізімен экспедициясы Кеңес одағының батыры қазақтың қаһарман қызы Әлия Молдағұлованың туған ауылына да арнайы соқты. Шығыс шынарына балаған қайсар арудың ерлік жолымен келушілер мұражайда танысалады. Сонымен қатар экспедиция мүшелері Ақтөбе қаласының орталығындағы Әлия Молдағұлованың ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, батыр қызға тағзым етті.